Қайырлы күн, аса құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, құрметті қатысушылар. Кеңесті өткізу үшін кворум бар. Қарағанды медицина университеті жанындағы медицина білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңестің отырысын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Күн тәртібінде Шаухат Диана Мұхамбетовнаның медицина білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін дайындалған 10 жылдық жерасты жұмыс өтілі бар көмірші кеншілерде кездесетін респираторлық созылмалы аурулардың даму қаупін көрен алмасуы мен жасушадан тыс нуклеин қышқылдарының күрескіштері арқылы бағалау тақырыбындағы диссертациясын қорғау. Бұл диссертация Қарағанды медицина университетінде орындалды. Ғылыми кеңесшілер, отандық ғылыми кеңесшілер Ибраева Ләззат Катаевна, медицина ғылымдарының докторы, ішкі аурулар кафедрасының профессоры, Қарағанды медицина университеті. Тәңкебаева Нейла Улановна, биология ғылымдарының докторы, биомедицина кафедрасының профессоры, Қарағанды медицина университеті. Шетелдік ғылыми кеңесші Бұхтияров Игорь Валентинович, медицина ғылымдарының докторы, профессор, академик Измеров атындағы еңбек гигиенасы ғылыми зерттеу институты федералдық мемлекеттік бюджеттік ғылыми мекемесінің директоры, Ресей Федерациясының еңбек сіңірген ғылыми қайраткері, Ресей ғалым академиясының академигі. Ресми пікір берушілер Досыбаева Гүлжан Нұрбековна, медицина ғылымдарының докторы, профессор, жалпы тәжірибе дәрігері номер 2 кафедрасының меңгерушісі, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы. Сатыбалдиева Үміт Абулхаировна, номер 2 жалпы дәрігерлік практика кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университеті. Ізденушінің жеке іс құжаттарын таныстыру үшін сөз диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы Стапаева Лейла Медеубайқызына беріледі. Қайырлы күн, аса құрметті төраға, құрметті диссертация кеңесінің мүшелері. Докторант Шаухат Диана Мұхамбетқызының жеке ісінде Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті талап ететін тізбегі сәйкес барлық құжаттар бар. Барлық құжаттар белгіленген мерзімде тапсырылды. Мінездемені оқуға рұқсат етіңіздер. Диана Мұхамбетовна 2012 жылы Қарағанды мемлекеттік медицина университетіне емдеу ісі мамандығы бойынша дәрігер біліктілігімен бітірген. 13 жылы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фарм академиясы қарасты интернатураны терапия мамандығы бойынша дәрігер терапия біліктілігін аяқтады. 2013 жылы еңбек жолын номер 2 ішкі аурулар кафедрасының оқытушысы ретінде, сондай-ақ еңбек гигиенасы және кәсіптік аурулар ұлттық орталығында дәрігер терапевт болып бастады. Диана Мұхамбетовна 13 жылы Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің қарасты кардиология мамандығы бойынша қайта даярлаудан өтіп, 16 жылы еңбек гигиенасы және кәсіптік аурулар ұлттық орталығында резидентура дәрігер кәсіби патолог бағыты бойынша бітірді. 18 жыл еңбек қызметінің келесі кезеңі докторантура түсу болды. Докторантурада оқу жылдарында PhD докторы дәрежесін алу үшін ұсынылған 10 жылдық жерасты жұмыс өтілі бар көмірші кеншілерде кездесетін респираторлық созылмалы аурулардың даму қаупін пурин алмасуы мен жасушадан тыс нуклеин қышқылдарының көрсеткіштері арқылы бағалау тақырыбында диссертация жұмыс жазды. Докторантурада оқу кезеңінде диссертация тақырыбы бойынша 7 ғылыми жұмыс жарық көрді. Оның ішінде 3-і Қарағанды Республика ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда, бір жарияланым Скопус ақпараты базасының кіретін халықаралық ғылыми басылымда, бір тезис орыс және ағылшын тілдерінде авторлық құқықпен қорғалатын объектілердің құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтерін енгізу туралы 2 куәлігі бар. 23 жылдан бастап қазіргі уақытқа
еңбек гигиенасы және кәсіптік аурулары ұлттық орталығында дәрігер кардиолог кеңесшісі болып жұмыс жасайды. 22 жылдан бастап 24 жылға дейін аралығында ішкі аурулар кафедрасының ассистенті болып жұмыс жасап, 24 жылдың қыркүйек айынан бастап профессор ассистент қызметін атқарады. Жеке ісінде отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілердің пікірлері, Қарағанды медицина университетінің ішкі аурулар кафедрасының 24 жылғы 17 қазандағы кеңейтілген отырысының 10 қорытындысы бар. Онда диссертация көпшілік алдында қорғауға ұсынылған. Диссертация мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама ұлттық орталығында техникалық тексеруден өтті. Осылайша ізденушінің іс құжаттары Қазақстан Республика ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің белгіленген талаптарына сәйкес келеді. Назарларыңызға рахмет. Лейла Медубаевна, рахмет сізге. Лейла Медубаевнаға қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақтарыңыз болмаса, онда диссертациялық жұмыстың негізгі қағидаларын баяндау үшін сөз беруге рұқсат етіңіздер. Ізденуші Диана Мұхамбетовнаға сөз беріледі. Рахмет. Құрметті төрайым, құрметті диссертация кеңес мүшелері, сіздердің назарларыңызға диссертация бойынша баяндамамды оқуға рұқсат етіңіздер. Зиянды жұмыс жағдайында істейтін адамдардың тыныс алу жүйесінің созылмалы аурулары көптеп кездеседі. Бұл жұмысқа қабілетті жастағы адамдардың мүгедектікке әкеледі. Жұмыс істейтін халықтың денсаулығын қорғау және нығайту мәселелері денсаулық сақтау саласының маңызды мәселесінің бірі болып табылады. Білікті жұмысшыларда кәсіби ауруларының дамуы әлеуметтік-экономикалық шығындарға алып келеді. Бұл өкпенің шаңды ауруларының ерте диагностикалауының жаңа әдістерін ізденуді негіздейді. Статистикалық деректерге жүгінсек, еліміздегі өнеркәсіптің кәсіпорындардың саны 2018-ден 22 жылға дейін 2400-ге өсті. Бұл ел экономикасының 3/1-іне жуық үлесін құрайды. 22 жылғы қарастырсақ, Қарағанды облысында оның 10%-ын құрайды. Қазақстан мен Қарағанды облысында тау-кен өнеркәсібінің кәсіпорындарының саны шамамен 200-ге де артқан. 2019 жыл мен 23 жылға дейінгі зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтіндердің саны да артуда, 9%-ға өсті. Бұл жалпы жұмыс істейтін адамдардың әр төртіншісі зиянды еңбек жағдайында еңбек ететінін көрсетеді. Пневмоконездар өндірістегі ұсақ дисперсілі шаңның ұзақ әсер ету нәтижесіне дамитын кәсіптік ауруларының негізгі тобы екенін ескере отырып, біз 21 жылы 20-54 жас аралығындағы еңбекке қабілетті ер адамдар арасындағы мерзімнен бұрын жітімді қарастырған болатынбыз. Қазақстандағы талданған салыстырмалы көрсеткіштер халықтың 100 мыңға шаққандағы орта есеппен 8 жылды құрады. Бұл Қытайдың көрсеткішінен 2 есе төмен, бірақ ақш-тағы көрсеткіштен 10 есе жоғары болады. Жалпы ішкі өнімнің жан басына шаққандағы жылдық көрсеткіштер мен абсолютті жылдар жоғалту деректеріне сүйене отырып, тікелей қаржылық шығындарды есептелді. Олар 21 жылы 1,5 миллиард теңгеден асты. 1990 жылдан 21 жылға дейінгі жылдарды жоғалту динамикасын талдау кезінде Қазақстанда толқынды қисық анықталды. Бұл Қытай мен ақш елдерінің графигімен салыстырғанда олардың бірыңғай біркелкі төмендегенін байқаймыз, ал Қазақстанның толқынды қисық болып табылады. Слайдта ұсынылған 60-тан астам ретінде келтірілген жаһанда аурулардың ауыртпалығын зерттеу аясында пневмоконезбен байланысты өлім-жітімнің әлемдік орташа үлесі шамамен 9%-ды құрайды. Бұл 3%-дан 13%-ға аймаққа байланысты өзгеріп отырады. Мұның барлығы аурудың болдырмауының әртүрлі аспектілерде жан-жақты зерттеуді талап етеді. Қазіргі уақытта көмірші кеншілердің ағзасында болып жатқан метаболикалық өзгерістерді зерттеу, тыныс алу жүйесіндегі созылмалы аурулардың пайда болуы мен дамуының алдын алу шараларын жүргізу мен мүмкіндіктерін ретінде жасушадан тыс РНК, ДНК және де жасушадан тыс пурин метаболиттерін зерттеу қызығушылық тудырады. Бұл жұмысқа қабілетті халықтың денсаулығын сақтауды ықпал етеді. Осылайша, біздің жұмысымыздың мақсаты көмірші кеншілердің 10 жылдық жер асты жұмыс өтілі бар көмірші кеншілер ағзасындағы пуриннің алмасу көрсеткіштері мен жасушадан тыс нуклеин қышқылдарының концентрациясының өзгерістерін, тыныс алу жүйесінің созылмалы ауруларының
даму қаупін бағалау үшін анықтау болып табылады. Қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер анықталды. Бірінші міндет зерттеу нысаны алынған жер асты жұмыс өтілі бар көмірші кеншілерінің клиникалық сипаттамасын беру және олардағы аурушаңдық жиілігін электрондық денсаулық паспортының деректері бойынша бағалау. Екінші міндет зерттеу басталғаннан кейін 1-3 жыл аралығында көмірші кеншілерінің тыныс алу жүйесінің ауруларының даму жиілігін динамикасын бағалау. Үшінші міндет жер астындағы жұмыс өтілі 10 жылға дейінгі көмірші кеншілерінің қан плазмасында пурин алмасуы мен жасушадан тыс нуклеин қышқылдарының көрсеткіштерін зерттеу. Төртінші міндет көмірші кеншілерінің тыныс алу жүйесіндегі созылмалы аурулардың даму қаупін пурин алмасуы мен жасушадан тыс нуклеин қышқылдарының көрсеткіштерінің жер асты жұмыс өтілі бойынша көп факторлы тәуелдіктер негізінде бағалау болып табылады. Зерттеудің практикалық маңызы қан плазмасында жасушадан тыс РНК деңгейін анықтау. Көмірші кеншілерде тыныс алу жүйесіндегі созылмалы аурулардың даму қаупін ерте анықтау үшін қолданылатын диагностикалық әдіс болып табылады. Оны жер асты жағдайында 5 жылдан бастап жұмыс істеген жүргізу ұсынылады. Бұл диагностикалық әдіс нәтижелері еңбек гигиенасы және кәсіби аурулардың ұлттық орталығында клиникалық диагностикалық бөлімшесінде енгізілген. Осы слайдта зерттеу дизайны ұсынылған. Зерттеуге ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының көмірші департаментінің Күзембаев атындағы шахтасында жұмыс істейтін 140 тәжірибелі дені сау көмірші кеншілер таңдалды. Іріктеу көлемі минималды есеппен EPI-Info бағдарламасы арқылы жүргізілді. Күзембаев атындағы шахтада жұмыс істейтін жалпы жер асты кеншілерінің 11%-ын құрады. Көмірші кеншілер зерттеуге іріктеу олар жыл сайынғы медициналық тексерістен өткен кезде 2019 жылдың маусым-қыркүйек айлары аралығында Қарағанды қаласы Гиппократ медициналық фирмасында олардың ақпараттандырылған келісіміне қол қойылғаннан кейін іріктеу жүргізілді. Оларды зерттеуге қосу критериялары тәжірибелі дені сау көмірші кеншілер, шылым тартпайтын, жынысы ер азаматтар, жасы 18-ден жоғары, жер асты жұмыс өтілі 10 жылға дейінгі, зерттеу кезіндегі тыныс алу ағзаларында қандай да бір рентгенология өзгерістер жоқ, сыртқы тыныс алу қызметінің бұзылыстарының болмауы және патологиялық кәсіби дәрігердің тәжірибелік тұрғыдан дені сау деген қорытындысының болуы болды. Іріктелген көмірші кеншілердің кәсіби жұмысын өтіліне байланысты 4 топқа бөлдік. Әр топта кемінде 30 адамнан болды. Бірінші топта жұмыс өтілі 3 жылға дейін, екінші топ жұмыс өтілі 3-5 жыл, үшінші топ жұмыс өтілі 5-7 жыл, төртінші топта жұмыс өтілі 7-10 жыл және бақылау тобы болды. Еңбек қызметі барысында шаңмен байланысы болмаған, зерттеу кезінде жедел немесе созылмалы ауру жоқ, темекі тартпайтын 30 дені сау адам құрды. Іріктелген тұлғалар бойынша зерттеулер жүргізілді. 2017 мен 2019 жылдар аралығында жедел ауруларына ретроспективті талдауы, клиникалық тексеру, пурин алмасу метаболиттерін жасушадан тыс нуклеин қышқылдарын анықтау үшін қан алынды. Қан плазмасының пуриндік алмасу метаболиттері Орешников және олардың авторы әдісімен, ал жасушадан тыс нуклеин қышқылдары РНК мен ДНК Маркушов және Салин әдісі бойынша зерттелді. 20 жыл мен 22 жылдар аралығында электрондық денсаулық паспортының деректерінің мәліметтері бойынша дәл осы көмірші кеншілерде созылмалы аурулардың даму жиілігін проспективті талдау жүргізілді және алынған барлық көрсеткіштердің өзгерістерін топтар бойынша салыстырмалы талдадық. Статистикалық тұрғыдан зерттеулерді жүргізілді. Көмірші кеншілердің тыныс алу жүйесіндегі созылмалы аурулардың даму қаупін пурин алмасуы мен жасушадан тыс нуклеин қышқылдарының көрсеткіштері жер асты жұмыс өтілі мен жасы бойынша көп факторлы байланыс негізінде бағалаған болатынбыз. Зерттеу нәтижелері қойылған міндеттерге сәйкес ұсынылған. Бірінші міндет 2017 жылдан 2019 жылға дейін электрондық денсаулық паспорт нәтижелері бойынша аурушаңдық жиілігінің көрсеткіштерін талдаған болатынбыз. Бірінші топта 19,4%-дан 32,3%-ға дейін өсуін байқаймыз. Екінші топта 22,2%-дан 39,9%-ға дейін өсу үрдісін байқаймыз. Бұндай үрдіс үшінші және төртінші топтарда байқалмады. Көмірші кеншілерінің барлық топтарының аурушаңдық негізгі себебі жиіркей болып табылды. Яғни ешқандай созылмалы аурулармен ауырмағанына көз жеткіздік. Келесі міндетіміз зерттеу басталғаннан кейін бір жылдан соң динамикада 20 жылы көмірші кеншілердің төртінші тобында созылмалы синуситтің пайда болғанын байқаймыз.
өкпенің созылмалы обструктивті ауруы және пневмокониоздың дамуы бар. Ал үшінші топта созылмалы синусит және созылмалы бронхиттің дамуы анықталды. Зерттеу басталғаннан кейін 2 жылдан соң көмірші кеншілердің үшінші тобында өкпенің постковидтік пневмофиброзный рентгенологиялық белгілері пайда болды. Екінші тобында созылмалы бронхиттің дамуы және де өкпенің постковидтік пневмофиброзның рентгенологиялық белгілері пайда болды. Ал бірінші тобында созылмалы синуситтің созылмалы бронхиттің дамуы анықталды. 3 жылдан соң осы көрсеткіштерді қоса динамикада көмірші кеншілердің бірінші тобында өкпенің постковидтік пневмофиброзның рентгенологиялық белгілері анықталды. Жоғарыда келтірген зерттеулер нәтижесіне байланысты қорғауға ұсынылатын негізгі бірінші тұжырым зерттеу басталғаннан кейінгі 3 жыл аралық бақылауда көмірші кеншілерінің тыныс алу ағзаларында созылмалы аурулардың дамуы анықталды. Бірінші топта 6,4%, екінші топта 8,4%, үшінші топта 16,5% және де төртінші топта 8,4%. Үшінші міндетіміз жер астындағы жұмыс өтілінің 10 жылға дейінгі көмірші кеншілерінің қан плазмасындағы пурин алмасу көрсеткіштерін зерттеген болатынбыз. Біз қан плазмасындағы пурин метаболизмінің интермедиаттарын топаралық салыстыру жүргіздік. Статистикалық тұрғыдан маңызды айырмашылықты гуанин, гипоксантин, аденин және ксантин көрсеткіштері анықтады. Осы слайдта гистограмма көрсетілген, жалпы үрдісті байқауға болады. Алғашқы 3 жылға дейінгі кезеңде көрсеткіштердің төмендеу, ал 5 жылдан жоғары жер асты жұмыс өтілінің көрсеткіштерінің жоғарылауы байқалады. Және де осы кезекте алдында несеп қышқылының мәндері статистикалық маңызды белгілерді көрсетпегендіктен біз Манау-Уитни критерийлері арқылы көмірші кеншілерінің топтарына жұптық салыстыруды жүргізуді шешім қабылдап, несеп қышқылының мәндерінің статистикалық тұрғыдан маңызды өзгерістерін анықтаған болатынбыз. Бірінші, екінші және де төртінші топтар арасында анықталды. Қорғауға ұсынылатын екінші тұжырым пуриндардың ыдырауының бастапқы кезеңіндегі метаболиттері көмірші кеншілерінің қанының плазмасына бақылау тобымен салыстырғанда 3 жылға дейінгі жер асты жұмыс өтілі бар жұмысшыларда айтарлықтай төмен болды. Ал жер асты жұмыс өтілі 5 жылдан асқанда бұл деңгейлер айтарлықтай жоғарылады. Келесі гистограммада жасушадан тыс ДНК және жасушадан тыс РНК мәндері көрсетілген. 3 жылға дейінгі жер асты жұмыс өтілі бар көмірші кеншілер тобында плазмадағы жасушадан тыс деңгейінің 1,2 есеге, ал РНК деңгейінің 4 есеге жоғарылағанын байқаймыз. 3-7 жыл жер астында жұмыс өтілі бар топтардың ДНК-ның бастапқы мәндерінде төмендейді. Ал 7 жылдан астам еңбек өтілі бар топтарда жасушадан тыс ДНК-ның деңгейі 1,5 есеге өсуі байқалады. Жасушадан тыс РНК көмірші кеншілердің жер астының жұмыс істегеннің алғашқы жылдарынан бастап жоғарылағанын және бұл көрсеткіштердің кейінгі жылдары да бақылау тобымен салыстырғанда жоғары болып қалғанын байқадық. 1,3 есеге. Қорғауға ұсынылатын үшінші тұжырым барлық топтағы көмірші кеншілерінің қан плазмасында жасушадан тыс РНК деңгейінің бақылау тобымен салыстырғанда айтарлықтай жоғары болды. Төртінші міндетіміз көмірші кеншілерінің тыныс алу жүйесіндегі созылмалы ауруларының даму қаупін пурин алмасу мен жасушадан тыс нуклеин қышқылдарының көрсеткіштерінің жер асты жұмыс өтілі бойынша көп факторлы байланыстардың негізінде бағалау болып табылады. Кестедегі логистикалық регрессия нәтижесіне сәйкес жер астында 7-10 жыл жұмыс істеу және РНК деңгейін зерттеп отырған аурулардың даму ықтималдығын статистикалық тұрғыдан маңызды әсерін көрсетті. Яғни ұзақ уақыт бойы жер астында жұмыс істеу көмірші кеншілердің аурулардың даму қаупін 8,6 есеге арттырады, ал РНК деңгейінің өсуі 4 есеге даму қаупін арттырады. Қорғауға ұсынылатын төртінші тұжырым көмірші кеншілерінің тыныс алу жүйесіндегі созылмалы ауруларының даму қаупін арттыратын негізгі факторларға жасушадан тыс РНК деңгейін жоғарылау, сондай-ақ 7 жылдан 10 жылға дейінгі жер астындағы еңбек өтілі жатады. Келесі слайдтарда қорытындылар берілген, оқымауға рұқсат етіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Осымен баяндамамды аяқтауға рұқсат етіңіздер. Рахмет, Диана Мұхамбетовна.
Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, баяндамашыға қандай сұрақтарыңыз бар? Әуелі сырттай қатысып отырған диссертациялық кеңес мүшелеріне сөз берсек. Құрметті Гүлжан Нұрбековна, құрметті Меруерт Арыстановна, құрметті Лашын Құрманғалиевна, баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? У нас құрметті әріптестер, сұрау жоқ. Түсінікті. Добрый день, коллеги. Можно будет задать вопрос? Диана Мухамбетовна, скажите, пожалуйста, есть ли возможность определять предложенный вами показатель в Казахстане, насколько он доступен и какова его стоимость? И второй вопрос, по каким критериям вы отбирали группы? Құрметті Меруерт Арыстановна, сұрағыңызға рахмет. Әрине, біздің Қазақстанда бұл әдісті жүргізуге мүмкіндік бар. Ол қолжетімді және де ақшасы қаржылай тұрғыдан ол қатты қымбат емес. Бұл жерге тек қана аздаған әдістер бойынша көп реактивтер де қажет емес. Біздің лабораторияда жасайды, биомедицина лабораториясында жасауға мүмкіндігі бар. Және де қандай критерийлар алынды? Біз критерийлар бойынша ең алғашқы дені сау, ешқандай созылмалы аурумен ауырмаған және жер астында 10 жылға дейінгі жұмыс жасаған көмірші кеншілерді алған болатынбыз. Себебі ол кісілерде ешқандай созылма және де ең бірінші критерийлардың бірі болып темекі тартпайтын ер азаматтарды іздеген болатынбыз. Аса құрметті Меруерт Арыстановна, жауапқа қанағаттанасыз ба? Иә, рахмет. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Баяндамашыға? Скажите, пожалуйста, вот вы в выводах делаете акцент на пневмофиброз постковид и указываете частоту развития. Вот тут по годам видно, что есть динамика в частоте развития, но это, видимо, условно вспышкой различного уровня ковида. А вот если брать вообще популяцию в целом, то есть не шахтеров, то есть какие-то отличия в частоте развития пневмофиброза у шахтеров и у не шахтеров, но вообще в популяции, средняя по стране, скажем. Құрметті Ермек Миранович, рахмет. Біз бұл алып тастауды қарастырмадық, себебі бұл бір факторлардың бірі болып табылады, постковидтік пневмофиброз. Себебі егер де шахтерлар мен көмірші кеншілер мен жер астында жұмыс істемейтін дені сау азаматтарды салыстырсақ, біздің көмірші кеншілердің жер астындағы жұмыс істеудің салдарынан, олардың дұрыс реабилитация өтпеуінің салдарынан ол аурулардың даму ықтималдығы болуы мүмкін. Сондықтан да біз бұл факторды да қалдырдық. Тек айырмашылығы жер астындағы жұмыс істеу деп ойлаймын. Бұлай қатты айырмашылық болмауы тиіс. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, тағы да қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Диана Мухамбетовна. Можно, когда я тоже один вопрос задам, уважаемые коллеги. Я, конечно, ознакомилась, и я хотела бы все-таки спросить, было ли решение или в плане разработать какой-то алгоритм, как работа позволяет это сделать, и было ли это в плане Дианы Мухамбетовны. Құрметті Гүлжан Нұрбековна, сұрағыңызға рахмет. Алгоритмді жүргізу біз алда ойластырудамыз. Сіздің ұсынысыңызды ескере отырамыз. Әрине, бұл өте күрделі процесс болғандықтан, бұл алдағы жүргізілетін зерттеулерде көптеген шахтерларды алу міндетінде қарастырылуда. Себебі
Бұл жерде біз тек қана маркерді қараған болатынбыз. Біздің логистикалық регрессияның нәтижесі бойынша қандай да бір созылмалы аурулардың пайда болу ықтималдығына жасушадан тыс РНК-ның деңгейі ғана әсер етті, және де тереңдігі қаншалықты олар жер астында жұмыс істеген тереңдігі көрсеткендіктен статистикалық маңыздылықты біз алгоритмді алдағы жұмыстарда қарастырамыз. Рахмет. Аса құрметті Гүлжан Нұрбековна, жауапқа қанағаттанасыз ба, мақұлдайсыз ба? Рахмет, жақсы. Лилмиді бағыңыз сұрақ қойын дегеніз. Диана Мұхамбетовна, сізге бірнеше сұрақ қойын дерем. Бұл көрсеткіштердің алу себептері қандай? Бірінші сұрақ. Зерттелген кеншілердің жас ерекшеліктері қандай? И тағы да бір сұрақ, зерттеу топтарға осы жылдар бойынша бөлуін түсіндіріп жіберсеңіз, неге 3 жыл дегендей? Рахмет. Құрметті Лейла Медебаевна, сұрағыңызға рахмет. Көрсеткіштердің неге біз жасушадан тыс пуриндар мен жасушадан тыс нуклеин қышқылдарына көптеп мән бердік? Себебі соңғы жылдардағы авторлардың сілтемесін қарасақ, авторларға жүгіне отырып, бұл көрсеткіштер әртүрлі патологиялық процестерде зерттелген болатын. Және де бұл көрсеткіштердің жоғарылауы әлі толығымен зерттелмеген. Кейбір авторлар айтады, олар қабыну процеске қатысады. Кейбір авторлар айтады, олар қорғаушы қабілетке қатысады деп. Сондықтан да біз өзіміздегі көмірші кеншілердің дені сау, ешқандай созылмалы ауру жоқ кезде, бұлар қай кездегі үшінші сұраққа жауап берейін. Неге біз 3 жыл сайын ғана қарастырдық жер астындағы өтілді? Себебі біз тереңірек қай кезде бұл өзгерістер пайда болатынын қарағымыз келді. Қай кезде? Бір жылдан 3 жылға дейінгі деңгейде ма? 3 жылдан 5 жылға дейінгі ма? Соны тереңірек қай кезде бұл көрсеткіштер өзгеретінін зерттегіміз келді да? Қай кезде патологиялық процестердің дамуы барысында. Ал жасушадан тыс РНК-ның не себептен соңғы жылдары жасушадан тыс РНК-ға көп бөлінген әлемде, соңғы сілтемелердің авторлардың сілтемелері бойынша бұл өте тұрақты көрсеткіш болып табылады ағзада. Бұлардың ағзадағы жоғарылауының себебі ол қандай да бір процестің пайда болған сигнал туралы айтылады. Сол себептен біз осы біздің көмірші кеншілерді зерттеген болатынбыз. Және жас ерекшеліктері орта есеппен біздің көмірші кеншілердің жас ерекшелігі орта есеппен 35 жасты құрады. Диссертациялық кеңес мүшелері тағы қоятын сұрақтарыңыз бар ма? У меня вопрос, я бы сказал, методический. Вот вы используете термин внеклеточные нуклеиновые кислоты. При этом возникает, соответственно, вопрос, а на какой посуде вы работали? Стерильный? Нет, я понимаю, что стерильный. Материал какой был? Внеклеточный жасушадан тыс нуклеин қышқылдарын біз негізі Савина Маркушова әдісімен қарастырған болатынбыз. Ең бірінші этапта біз қан алған болатынбыз оларды. Зерттеу нәтижесінде одан кейін оны центрифугадан өзгертіп анықтаған болатынбыз. Кәдімгі пробирка. Плазмада. Материал пробирок какой был? Гепаринный состав был. Пластиковый. Обычные. 5-миллилитровый? Да, я 5 миллилитрлық. Понятно. Все, вопрос нет. Құрметті Игорь Сулейманович, жауапқа қанағаттанасыз ба? Диссертациялық кеңес мүшелері тағы сұрақтарыңыз бар ма қоятын? Сұрақтарыңыз жоқ болса мен сұрақ қояйын деп едім. Бірінші сұрақ, бірінші міндетте жазыпсыз зерттеу нысанына алынған жаңағы кеншілердің электрондық денсаулық паспортының деректері бойынша аурушаңдық жиілігін анықтаймын деп. Сөйтіп, жаңағы бірінші міндетке сәйкес бірінші қорытынды жазыпсыз, қорытындыда айтасыз, ОСА, созылмалы жаңағы бронхит, содан кейін ЖРВИ бар деп. Сонда тыныс ауруларының басқа аурулар болған жоқ па? Ол бірінші сұрақ, екінші бірден жауап бересіз.
Екінші сұрақ, ковидтен кейінгі пневмофиброз депсіз да, дамыған деп. Сонда оны басқа пневмофиброздан қалай ажыраттыңыз? Бұл кісілерде басқа да пневмофиброздың даму мүмкіндігі бар ғой. Үшінші сұрақ, кәсіби факторлардан басқа факторлардың әсері зерттелді ме? Әсіресе созылмалы тыныс алу жолдарының дамуына. Себебі біз білеміз ғой, жаңағы тұқым қуалаушылықпенен, инфекцияменен байланысты өрісалар бар деп та. Сол факторлар, мысалға темекі шегу, басқа да басқа факторлар зерттелді ме? Төртінші сұрақ, жаңағы пурин алмасу кеншілерде, жаңағы сосын жасушадан тыс нуклеин қышқылдарының ерекшеліктері әдеби деректерменен салыстырғанда қандай ерекшеліктер болды сізде? Мысалға бізде ардақты ұмытылмас Лариса Евгеньевна Муравлеваның жұмыстары бар ғой, өлсә бойынша, созылмалы жаңағы обструкциялық аурулар бойынша. Осыдан қандай ерекшеліктер болды, табылды ма, анықталды ма? Соған жауап берсеңіз. Рахмет, құрметті Рышан Емелина. Бірінші сұрақ, тыныс алудың аурушаңдық көрсеткіштері. Ең алғашқы, біздің мақсатымызда тек қана созылмалы, қандай да бір созылмалы аурулармен ауырады ма болды. Электрондық денсаулық паспортын зерттеген барысында 17 мен 19 жылдар аралығында, және де егерде ол науқастар бізге жаңағы медициналық тексеру барысында келгеннің барысында олар ауырса, біз оларды кіргізген жоқпыз зерттеуге. Және де келесі факторлар. В заболеваемости, кроме заболевания органов дыхания, были, да, заболевания? Жоқ. Только этим ешқандай созылмалы ауру болмаған, дені сау ғана көміршік кеншілер алынды. Бірінші этапта ешқандай созылмалы ауру болған жоқ. Қандай да бір созылмалы ауру болса, біз оларды исключайды. Келесі, ковидтен кейінгі пневмофиброздың басқа пневмофиброздан айырмашылық жоқ, себебі ол пневмофиброз, енді біздің ерекшелік, қайталап өтем, көміршік кеншілер болғандықтан оларда жаңағы әртүрлі факторлар әсер етеді, жер астының өтілі әсер етеді, және де қаншалықты жер астында болды, және де басқа да олдан басқа да факторлар, жас ерекшеліктер әсер мүмкін, жаңа ситуация генетически, бірақ біз уже бірінші этаптан ешқандай да созылмалы ауру болмағандықтан біз олардың бәрін шығарып тастадық. Сонда сізде айтып жатырсыз, мынау 4 адам ковидпен ауырды деді, да? То есть непонятно, какой ковид там, с ассоциированной пневмонией, либо без пневмонии. Сол 4 адамның төртеуінде де пневмофиброз дамыды дейсіз, да? Сонда, получается, мынау қосымша факторлардың да әсері болуы мүмкін. Біз оны не случайно. Четверо заболели, и у четверых пневмофиброз постоянно развился. Это же вот... Қосымша факторлардың да пайда болу, және де ол естеріңізде болса, 2019 жыл біз алып біттік, сосын 2020-дан бастап біз ковидқа жабылған болатынбыз, оның да әсерлері бар. Ол кезде көміршік кеншілерді жеке-жеке кіргізетін жер астында. Өйткені производство тоқтаған жоқ, жүргізілді. Сосын кәсіби факторлар басқа да. Кәсіби факторлардың жаңағы әсер етуі де мүмкін, біз оны айта алмаймыз. Жоқ, басқа факторлардың әсері болды ма? Кәсібиді ғана зерттепсіз ғой, жұмыс өтілі мынандай деп та, сонда басқа факторлар. Біз жаңағы басқа факторлар ретінде шылым тарту деді Назия, жаңағы инфекциялық аурулар. Біз оны бірінші этапта ананы жинаған барысында оның бәрін исключать еттік. Шылым шекпейтін, ешқандай генетикалық аурулары жоқ науқастар ғана зерттелді. Енді соңғы сұрақ әдеби деректерге салыстырмалы талдау жүргізілді жоқ па?
салыстырмалы талдауды Лариса Евгеньевнаның көптеген біздегі зерттеулері бар. Ол кісінің деректеріне қарасақ, ол кісінің пуриндік зерттеуі аденинға көп мән берген. Олар қан ұю факторларына қатысады, көптеген патологиялық процестері, оның ішіндегі созылмалы ауруларға, обструктивтік аурулардың, өкпенің обструктивті ауруларында да зерттеледі. Бұл авторлардың айтуы бойынша бұл деңгейлердің жоғарылауы осы патологиялық келеді. Ал біздің ерекшелігіміз, басқа авторлардан жаңашылдығымыз, біздегі алғашқы жылдары пуринардың жер асты өтілінде төмендеу болып табылады, ал кейінгі 5 жылдан жоғарғы олардың жоғарылауын байқадық. Ал жасырған тыс РНК мен ДНК-ның деңгейлері алғашқы жылдарынан бастап жоғары болып қала береді. Сондықтан да дәлелдер бар. Аса құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақтарыңыз болмаса, келесі кезеңге өтуге рұқсат етіңіздер. Диана Мұхамбетовна, сізге рахмет, отыруыңызға болады. Сөз бірінші ресми сарапшыға, медицина ғылымдарының докторы, профессор, оңтүстік Қазақстан медицина академиясының номері 2-ші жалпы тәжірибе дәрігері кафедрасының меңгерушісі Досыбаева Гүлжан Нұрбековнаға беріледі. Гүлжан Нұрбековна, сөз кезеңі сізде. Шухрат Диана Мұхамбетовна 10 жылдық жер асты жұмыс өтілі бар кеншілерде кездесетін респираторлық созылмалы ауруының даму қаупін түбен алмасу және жасудан тыс мигрень қышқылдарын көрсеткіштер арқылы бағалау тақырыбына философия докторы ғылыми дәреже алу үшін ұсынылған 6D номер медицина мамандығы бойынша диссертациялық жұмысын ресми президенттің пікірі. Бірінші, диссертация тақырыбының ғылымның даму бағытында және мемлекеттік бағдарламаға сәйкес болуы. Диссертация Қазақстан Республикасының үкіметі жанындағы жоғары ғылыми техникалық комиссия бекітілген жылы дамуының басым бағытында сәйкес келеді. Қазақстан Республикасыдағы ғылыми дамуының мақсаты бағыты өмір және денсаулық туралы ғылымға сәйкес келеді. Диссертация өзіндік бастамамен орындалған жұмыс болып табылады. Диссертация 6D 0101 номер медицина мамандығы бойынша PhD диссертацияларында қойылатын талаптарына сәйкес келеді. Екінші, ғылым үшін маңыздылығы. Жұмыс ғылымға елеулі үлес қосады, маңыздығы ашылған. Жұмыс ғылымға елеулі үлес қосады. Диссертациялық жұмыс көмекші кеншілерге жер асты еңбек өтілі 3 жылға дейін болғанда ұйымдық алмасудың метаболиттерді ғылыми гипоксантин, аденин және ксантин төмендету алғаш рет анықтауға мүмкіндік берді. Ал 5 жылдан бастап еңбек өтілі кезінде олардан деңгейі қайта көтеріледі. Сондай-ақ өмірші кеншілерден жер асты еңбек өтілінің алғашқы жылдарынан бастап қан плазмасындағы жасудан тыс РНК-ның деңгейі көбейтуі анықталып, ол кейінгі 10 жылға дейін сақталады. Сонымен бірге, өмірші кеншілердің тыныс алу жүйесінің созылмалы аурулардың даму қаупін ерте кезінде анықтау үшін маңызды көрсеткіштері қан плазмасының жасушадан тыс РНК-ның деңгейі
жоғалуы және 7-10 жыл аралығындағы жер асты еңбек өтілі алғаш рет анықталды. Осылайша зерттеудің маңыздылығы жақсы ашылған. Үшінші, өзін жазу принципі, өзін жазу деңгейі жоғары. Диссертациялық жұмыстың өзіндік деңгейі жоғары. Жұмыстың өзіндік орындалуы диссертацияның барлық бөлімдерінде айқын байқалады. Диссертант жетілді шетелдік және отандық әдебиеттер арқылы тақырыптардың өзектігін мұқият зерттеп, зерттеудің методологиялық тәсілін анықтап, зерттеу дизайнды әзірледі. Диссертант көмірші кеншілерді еңбек өтіліне қарай топтастыру және олардың топтарға бөлу жұмыстарында белсенді қатысты. Сонымен қатар, докторант зерттеу басталғанда деңгей үшін 3 жыл және зерттеу жүргізілген кейін кезінде пациенттерді электронды паспорты деректері негізінде динамикалық байқау жүргізді және нәтижелерді бағалады. Диссертант алынған нәтижелердің статистикалық өңдеу жасап, оларды сипаттады. Сондай-ақ диссертациялық жұмысты жазып рәсімдеді. Төртінші, ішкі бірлік принципі. 4-1 диссертация өзіндігінің негізделінген. Диссертацияның өзіндігі толықтай негізделген. Көмірші кеншілердің ағзаларындағы метаболикалық өзгерістері қолжетімді, қарапайым және сенімді лабораториялық әдістерді қолдана отырып, зерттеу созылмалы өкпе аурулардың ерте кезінде диагностика үшін өзекті болып қала береді. Бұл өзгерістер аталмыш аурудың даму қаупін көрсететін биомаркерлер ретінде қызмет ете алады. Бұл өз кезіндегі еңбекке қабілетті халқының денсаулығын сақтауға ықпал етеді. Кәсіпі сипаттамадағы өкпе патологиясын қалыптастыру цитогенетикалық зақымдаулардың қосымша индукциясымен бірге жүреді. Бұл жасушадан тыс нуклеин қышқылдары мен олардың рөлін зерттеуінің қажеттілігін айқындайды. Осыған байланысты көмірші кеншілердің тыныс алу жүйесіндегі созылмалы аурудың даму қаупін анықтау үшін жасушалық және жасудан тыныс метаболиттерді зерттеу ерекше өзектілікке ие болды. Осылайша Шухраттың диссертацияның жұмысы зерттеу тақырыбының жоғары өзектілігін растайды. 4-2 диссертация мазмұны диссертацияның тақырыбын айқындайды. Зерттеу тақырыбы диссертацияның мазмұнында толық көрініс тапқан. Бұл барлық таралуына айқын байқалады. 4-3 мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеді. Диссертацияның мақсаты және оның іске асыруға арналған тиісті міндеттер диссертация тақырыбына сәйкес талыстырылған. Диссертацияның барлық бөлімдермен ережелері логикалық байланысқан, толық байланысқан. Диссертация ішкі бір тұтастықтың көрсетеді. Өйткені оның барлық бөлімдермен ережелері логикалық түрде өзара байланысады. Әдебиеттерге жасалған шолудағы деректерді талдау ретінде 20 жылдан аспайды. Сонымен бірге шетелдік дерек көздерінің үлесі 73%-ды құрайды. Сонымен зерттеліп орынған мәселенің мәнін толық ашуға мүмкіндік берді.
жұмыстың орны мен құрылымын міндеттерді шешу реті сондай-ақ қорғауға шаруашылығын шығарған негізгі тұжырымдарды дәлелдеу логикалық тұрғында жүйеленіп статистикалық тұрғында сенімді. Зерттеу дизайны, таңдау көлемін есептеу және қолданатын әдістер қойылған міндеттерді орындауға және зерттеу мақсатына қол жеткізуге бағытталған. Талдау статистикалық критерийлер алынған нәтижелерінің сенімділігін дәлелдейді. Жұмыстарының қорытындылары негізделген және алынған нәтижелерінің логикалық түрде туындайды. Қойылған міндеттерге сәйкес келеді. Бұл зерттеуге тұтастық пен толықтық беріп, зерттеудің ішкі бір тұтастығын дәлелдейді. Ұсынған және шешімдерін дәлелдеп, бұрынғыдан белгілі шешімдерін салыстырып бағаланған саны таңдау бар. Автор ұсынған жаңа шешімдер, принцип пен әдістер мұқият негізделген және қолданыстағы тәсілдермен контекстінде жан-жақты бағаланған. Осы саладағы зерттеудің қазіргі жағдайына дайындау жүргізіліп, өткен жетістіктері, қазіргі даму деңгейі қарастырылған. Сондай-ақ аталған ғылым саласындағы өзекті мәселелерді шешудің мүмкін жолдары ұсынылған. 5-ші пункт. Ғылыми жаңашылдық принциптері. 5-те-1. Ғылыми нәтижелермен межелер жаңа ма? Толығымен жаңа. Ғылыми нәтижелермен тұжырымдар жаңашыл болып табылады. Бұл автор тәсілін белгіленген және оның зерттеудің арнайы саласын дамуға қосқан үлесін растайды. Зерттеу дизайнын жоғары әдістемелік және ғылыми деңгей атап өткен жөн. Алынған барлық сандық деректерде статистикалық мәнділік есептеліп, тиісті статистикалық критериялар қолданып, өңдеу жүргізілген. 5-2. Диссертацияның қорытынды жаңасы ма? Толығымен жаңа. Диссертацияның қорытындылары толықтай жаңашыл және логикалық тұрғында негізделген. Бұл олардың ғылыми маңыздылығы мен зерттеліп отырған саласыны әрі қарай даму үшін өзектілігін айқындайды. 5-3. Техникалық, технологиялық, экономикалық немесе шешімдер жаңа негізделген ба? Шынара жаңа 75%. Қолданған техникалық шешімдер мақсаттар мен міндеттер іске асыру үшін толықтай негізделген. Диссертант ұсынған технологиялық және басқашылық шешімдер жаңа әрі негізделген Қазақстан Республикасының авторлық құқық объектінің мемлекеттік тіркеу туралы нөмір 32-455 куәлігі 6 қазан 2023 жылы шам факторының ағзаға әсерінің патогенездік көлемдерінің жасушалының тыныс нүктелер қышқылдарының және ақуыздарының модификацияларының қатысуы және номер 23-379 куәлігі 13 қаңтар 2025 жылғы оценка риска развития хронических заболеваний органов дыхания у шахтеров, уборщиков с казенным стажем до 10 лет деген жұмыстарына алынған куәлігімен расталады. Бұл куәліктер ұсынылған шешімдер жаңашылдығы мен өзектілігін дәлелдейді. 6-шы пункт. Негізгі қорытындыларының негізде барлық негізгі қорытындылар ғылыми тұрғыда қарағанда ауқымы
дәлелденген, негізделген. Қорытындылар алға ғылыми нәтижелерге негізген және заманауи статистикадан әдістер пакеті арқылы расталған тиісті дәлелдемемен дәлелдеген. Әрбір ереже бойынша келесі сұраққа жеке жауап беруге қажет. Ереже дәлелденді ме? Дәлелденді. Диссертациялық жұмыс қоғамдық қорғау гранттар тұжырымды қамтиды. Барлық тұжырымдар трендінен маңызды жоғары, жаңашыл және практикалық қолдау әлеуетті кең. 22 тривиалды ма? Жоқ. Жаңа ма? Я. Қолдану деңгейі кең. Мақалаларда дәлелденген ба? Я. Бірінші тұжырым. Assessment of urine catabolism and mobility in minus determines and their own expense. Атты мақала 2023 жылы Scopus мәліметтер базасында Russian Open Medical журналында проценті 42 жарияланма арқылы дәлелденді. Екінші тұжырым. Дәлел ретінде төмендегі көрсетілді. 2024 жылғы Scopus мәліметтер базасында кірген Russian Open Medical журналында проценті 42 көрсеткішпен осы мақала жарияланды. Қазақстан ғылым кеңесінің ұсынған тізімде көрсетілген Вестник-Казму журналында 2020 жылы особенности метаболизма рабочих УГМШ атты мақала жарияланды. 2023 жылы 6 қазанда авторлық объектінде ретінде 39.455 тіркеу куәлігі алынған шам факторының ағзаға әсерінің патогенезінде курендік, жасушадан тыс нуклеин қышқылдарының және ақуыздардың тоқыққан модификацияларының қатысу атты жұмыс. Сондай-ақ халықаралық конференция баяндама жасап, тезисті жариялау. Үшінші тұжырым. Дәлел ретінде 2023 жылды 6 қазанда берілген 34.455 авторлық құқық объектінің тіркеу куәлігі шам факторының ағзаға әсерлі патогенезінің курендік, жасушаның тыныс нуклеин қышқылдарын және ақуыздарының тоққан модификацияның қатысу атты жұмыста берілген көрсетілді. Төртінші тұжырым. Дәлел ретінде 2024 жылы Scopus мәліметтер базасында Russian Open Medical журнал проценті 42 содан кейін және 13 қаңтарда 25 жылда берілген номер 2379 авторлық құқық объектінің тіркеу куәлігі оценка риска развития хронических заболеваний органов дыхания у шахтеров-уборщиков подземным стажем до 10 лет атты жұмыста қатысты көрсетілді. Сегізінші пункт. Әдіснаманы таңдау. Негіздеме немесе әдіснама нақты жазылған. Зерттеу әдістемесі зерттеудің мақсаты мен міндеттерді сәйкес негізделген. Аталған ғылыми зерттеу әдістемесі толығымен баяндалған және тексерген әдістемелік принциппен принциптерге негізделген. Бұл жоспарған ғылыми нәтижелерге қол жеткізу мүмкіндік береді. 8.2. Диссертация жұмысының нәтижелері компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеудің қазіргі заманауи әдістермен деректерді өңдеу және интерпретациялау әдістемелердің пайдалана отырып алынған. Диссертация жұмыстың нәтижелеріне қол жеткізу үшін заманауи және ақпараттық ғылыми талдау әдістерді қолданды. Статистикалық есептеулер ADM
статистикалық 22 және статистиканы 13-2 секілді құралдар арқылы жүргізіліп, билікті дәл және сенімді деректі қамтамасыз етті. Алынған нәтижелер негізінде автор жаңаша әрі маңызды ғылыми тұжырымдарды қалыптастырды, олар зерттеудің жаңашылдығы мен маңыздылығын растайды. Бізде үш теориялық қорытындылар, модельдер анықталған және өзара байланыстар және заңдылықтан эксперименталдық зерттеулер дәлелденген және расталған. Теориялық қорытындылар анықталған өзара байланыстар мен заңдылықтар жүргізілген фундамент ғылыми зерттеудің нәтижелерімен және алынған деректі мұқият талдаумен толық расталды. Бұл факторлы талдау көмір кеншілерде жер асты еңбек өтілі 7-ден 10 жылға дейін болғанда тыныс алу жүйесінің созылмалы аурулардың болу қаупі 8-ден 2 есе артыратынын көрсетті. Ал қан плазмасындегі жасудан тыныс іріңға дейінгі көтеруі бұл қауіпті 4 есеге өсу себеп болды. Қан плазмасындағы жасудан тыныс іріңға дейінге анықтау көміршілердің тыныс алу жүйесінің созылмалы аурулардың болу қаупі ерте анықтауға алынған тиімді диагностикалық әдіс ретінде ұсынылады. Оны жер асты еңбек өтілі 5 жылдан асқан соң жүргізу ұсынды. 8-4 маңызды мәліметтерді нақты және сенімді ғылыми әдебиеттер сілтемелер расталған. Автор негізгі тұжырымды негізделген және өзікті әрі беделді ғылыми әдебиеттерді сілтемелерін расталған. Бұл жұмыстың сенімділігі мен академиялық негіздің артылды. 8-5 пайдаланған әдебиеттер тізімі әдеби шолуға жеткілікті. Диссертациялық жұмысының әдебі шолуы 224 дерек көзін талдау негізінде құрылған. Бұл тақырыпты жан-жақты зерттеу үшін жеткілікті көлем болып табылды. Пайдаланған әдебиеттердің едәуір болып ағылшын тілінде ұсынылған. Бүкіл қарастырылған мәселелердің халықаралық деңгейде өзекті екені және одан кейін ғылыми қызықшылығының бар екенін көрсетті. 9-шы пункт практикалық құндылық қағидаты. Диссертациялық теориялық маңызы бар. Диссертациялық жұмыстың теориялық маңызы айқын. Себебі ол көмір тау жұмысының шынының тыныс алу жүйесінің әсері нәтижесінде пайда болатынды. Патогеохимиялық үдерістердің механизмімен қан құрамындағы көлеммен жасушадан тыныс нуклеин қышқылдарының тереңдесіндегі кеңінің зерттеуі елеулі үлес қосады. Алынған нәтижелер білім беру процесінде дәріс оқу, практикалық және аудиториялық сабақ жүргізуде. Сондай-ақ ғылым семинар, практикумдар және арнайы курстар аясында тиімді қолдануға мүмкін. 9-2 диссертациялық практикалық маңызы бар және алынған нәтижелерді практикалыққа қолданудың мүмкіндігі жоғары. Диссертациялық практикалық маңызы айқын. Қан плазмасындағы жасушадан тыныс іріңға дейін зертханалық талдау жер асты жағдайы 5 жылдан бастап жұмыс істеген көмірші кеншілер тыныс алу жүйесінің созылмалы аурудың болу қауіп ерте анықтау үшін тиімді құрал ретінде ұсынылған. Бұл әдіс арқылы шаралардың уақытылы енгізу мүмкін береді. Ұсыныстар қазіргі өзінде тәжірибеде қолданылып жатыр. Бұл тиісті енгізу актілерімен расталған. 9-да практикалық жұмыстар жаңа ма?
ра жаңа, 70% жаңа. Ізденіш ұсынған көміршік, кеншілердің тыныс алу жүйесінің созылмалы аурудың ерте диагностикалық, маркерлердің зерттеу әдісін инновациялық, қолжетімді және оңай қайталайтын болып табылды. Бұл олардың медициналық практика тиімді және пайдалы құралдарға айналдырды. Жазу және ресми сапасы, академиялық жазу сапасы жоғары. Шухрат Диана Мұхамбетованың диссертациялық жұмысы классикалық ғылыми орындалған және толыққанды білік жұмысы болып табылады. Онда автор кәсіби аурулардың бағалау әдістерінің ұсынып, көмірші кеншілердің денсаулығын қорғау мәселелерін өзекті түрде ашып көрсеткен. Жұмыс ғылыми тілде жазылған және барлық дәстүрлі бөлімдерді қамтиды. Кіріспе, әдебиетке шолу, зерттеу материалдардың мен әдістемелердің сипаттау, зерттеу нәтижелерді, қорытынды мен тұжырымдар, сонымен қатар практикалық ұсындар және пайдаланған әдебиетті тізім бар. Диссертацияда ескерулер, мазмұны мен құжаттар рәсімделуіне қатысты ескерулер жоқ. Рецензенттің шешімі. Шухрат Диана Мұхамбетованың орындалған жұмысын жоғары өзектілігімен, ғылыми жаңашылдығымен және практикалық маңыздылығымен ерекшеленді. Материалды толық баяндау және қорытындылардың негізілігі 6B 11.00 медицина мамандығы бойынша философия докторы дәрежесінде үміткерлерге қойылған жоғары талаптарға толық сәйкес келеді. Осыған байланысты докторант алған дәрежесін алуға лайық деп саналады. Аса құрметті Гүлжан Нұрбековна, диссертациялық жұмысты жан-жақты, тиянақты сараптағаныңызға көп рахмет. Көңіл бөлгеніңізге сізге алғысымызды білдіреміз. Ресми сарапшыға жауап беру үшін сөз Диана Мұхамбетовнаға беріледі. Құрметті Гүлжан Нұрбековна, сіздің бөлінген уақытыңызға рахмет. Терең деген сараптамаңызға рахмет айтамын, алғысымды айтамын. Келесі сөз екінші ресми сарапшыға Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінің нөмірі 2 жалпы дәрігерлік практика кафедрасының қандырықтырылған профессоры Сатыбалдиева Үміт Абылқайыровнаға беріледі. Үміт Абылқайыровна, Ақтөбеден келіп отырсыз. Көруімізге өте қуаныштымыз, сіз көруімізге. Рахмет. Сөз сізге беріледі. Аса құрметті диссертациялық кеңес төрайымы және құрметті диссертациялық кеңес мүшелері. Шаухат Диана Мұхамбетованың 10 жылдық жерасты жұмыс өтілі бар көмірші кеншілерде кездесетін респираторлық созылмалы аурулардың даму қаупін пурин алмасу мен жасушалардан тыс нуклеин қышқылдарының көрсеткіштері арқылы бағалау тақырыбындағы философия докторы PhD ғылыми дәрежесін алу үшін ұсынылған 6D 11.01.00 медицина мамандығы бойынша диссертациялық жұмысына ресми пікірімді білдіруге рұқсат етіңіздер. Диссертациялық жұмыс Қазақстан Республикасында ғылымды дамытудың басым бағыты өмір туралы ғылым және денсаулық саласына жатады. Зерттеу қазіргі заманғы ғылымның талаптары мен міндеттеріне, практикалық денсаулық сақтаудың қажеттіліктеріне, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы кәсіби аурулар мен зертханалық диагностика салаларының басым бағыттарына сәйкес келеді. Диссертация 6D 11.01.00 медицина мамандығы бойынша PhD дәрежесіне қойылатын талаптарға толық сай келеді. Жұмыстың ғылымға қосқан үлесі жоғары дәрежеде және зерттеудің маңыздылығы жақсы суреттелген. Диссертация көміршілерде созылмалы респираторлық аурулардың даму қаупін бағалаудың тиімді әдістерінің зерттеудің өзектілігін көрсетеді. Бұл мәселені зерттеудің маңыздылығына толығымен ашылған.
қан плазмасындағы жасушадан тыс РНК-ны анықтаудың көміршілерде созылмалы өкпе ауруларының даму қаупін ерте анықтаудың диагностикалық әдісі болып табылады. Оны жерасты жағдайында 5 жыл жұмыс істегеннен бастап жүргізу ұсынылады. Диссертант теориялық және әдістемелік бөлімдерді өз бетінше әзірледі, зерттеу дизайнын құрастырды, нәтижелерін статистикалық өңдеуін жүргізді, диссертациялық жұмысты жазып рәсімдеді. Диссертациялық жұмыста ұсынылған және ғылыми жаңалығы бар барлық нәтижелер автордың жеке еңбегі болып табылады. Өзі жазу деңгейі жоғары. Диссертация өзектілігінің негіздемесі негізделген аталған тақырыпты зерттеудің өзектілігі денсаулық сақтау саласындағы бір қатар мәселелермен байланысты. Жұмыс істейтін халықтың денсаулығын сақтау және нығайту мәселелерді осы салада ең маңызды мәселесі болып табылады. Кәсіби аурулардың дамуы ел экономикасына айтарлықтай шығын келтіріп, зиянды жағдайда жұмыс істейтін адамдар арасында мүгедектіктің өсуіне себеп болатын әлеуметтік сипатқа ие. Осыған байланысты қазіргі уақытта ағзаның барлық жасушалары үшін көптеген маңызды биохимиялық процестерде пайдаланатын немесе цитогенетикалық зақымданулардың нәтижесінде пайда болатын метаболикалық компоненттерді іздеу өзекті болып отыр. Бұл компоненттер тыныс алу ағзалардың, соның ішінде шаң ауруларының созылмалы ауруларын ерте диагностикалауда болжамдық маңызға ие болып табылады. Қолжетімді, қарапайым және сенімді зерттеу әдістерін қолдана отырып, созылмалы өкпе ауруларының даму қаупін бағалау және алдын алу бойынша профилактикалық шараларды өткізу республикадағы жұмысқа жарамды халықтың денсаулығын сақтау мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. Шаухат Диана Мұхамбетовна 10 жылдық жерасты жұмыс өтілі бар көмір кеніштерде кездесетін респираторлық созылмалы аурулардың даму қаупін пурин алмасуымен жасушалардан тыс нуклеин қышқылдарының көрсеткіштері арқылы бағалау атты диссертация жұмысын зерттеу тақырыбының негізгі өзектілігін дәлелдейді. Диссертация мазмұны диссертация тақырыбын айқындайды. Диссертациялық мазмұны оның барлық тарауларында диссертациялық тақырыбын толық көрсетеді. Мақсаты нақты және дәл тұжырымдалған. Міндеттері диссертация тақырыбына және зерттеу мақсаттарына сәйкес келеді. Зерттеліп жатқан мәселені жүзеге асыруға бағытталған. Диссертациялық жұмыс ішкі біртұтастыққа ие. Жұмыстың барлық бөлімдері мен тұжырымдары өзара толық логикалық байланыста. Әдебиетке шолу бөлімінде қарастырылған әдеби деректердің тереңгі 20 жылдан аспайды. Шетелдік дерек көздер басымдыққа ие 73% құрайды. Сондай-ақ Қазақстандағы мәселені зерттеудің өзекті деректері берілген. Бұл мәселенің мәнін толық ашып көрсетеді. Жұмыстың мазмұны мен құрылымы, міндеттерді шешу реттілігі, қорғауға қойылған негізгі тұжырымдарды дәлелдеу логикалық түрде дұрыс қарастырылған және статистикалық жағынан сенімді. Диссертациялық барлық бөлімдері мен тұжырымдары өзара толық логикалық байланыста, зерттеу дизайны, таңдау көлемін есептеу, зерттеу әдістері, қойылған міндеттерді орындауға және зерттеу мақсатына жетуге бағытталған. Статистикалық критерийлерді таңдау алынған нәтижелердің дұрыстығын көрсетеді. Қорытындылар зерттеу нәтижелерін дәлелді және логикалық түрде туындайды. Қойылған міндеттерге сәйкес келеді. Бұл жұмыстың тұтастығы мен толықтығын қамтамасыз етіп, оның ішкі бір тұтастығын дәлелді болып табылады. Автор ұсынған жаңа шешімдер, қағидаттар, әдістер, сыни талдау бар. Автор ұсынған ғылыми мәселенің жаңа шешімдері дәлелденіп, зерттеу нәтижелерінде көрсетілген. Автор алған жаңа деректер негізделіп, белгілі мәліметтермен салыстырылып бағаланған. Қолжетімді әдебиеттерге сыни талдау жүргізіліп, оның логикалық жалғасы ретінде өз зерттеулерінің нәтижелері көрсетілген және осы ғылыми саладағы зерттеліп жатқан мәселені шешу жолдары ұсынылған. Ғылыми нәтижелері, ережелері толығымен жаңа, зерттеу дизайнының жоғары әдістемелік және ғылыми деңгейін атап өту қажет. Барлық алынған сандық деректер сәйкес статистикалық критерийлерді қолданып,
статистикалық маңыздылығын есептей отырып статистикалық өңдеуден өткен. Автордың алған барлық ғылыми нәтижелері мен тұжырымдары толығымен жаңалық болып табылады. Диссертанттың алынған ғылыми нәтижелері мен қорытындылары ғылымның дамуына елеулі үлес қосып, жаңашылдығымен ерекшеленеді. Диссертацияның қорытындылары толығымен жаңа, диссертацияның қорытындылары толықтай жаңа және логикалық тұрғыдан негізделген. Технологиялық және басқарушылық шешімдер жаңа әрі толық негізделген болып табылады. Бұл туралы Қазақстан Республиканың авторлық құқық нысанында 2023 жылғы 6 қазан нөмірі 39-455 шаң факторларының ағзаға әсерінің патогенезіне пуриндердің, жасушалардың, тыс нуклеин қышқылдардың және ақуыздардың топтыққа модификациялану қатысу және 2025 жылғы 13 қаңтарда номер 53379 оценка риска развития хронических заболеваний органов дыхания у шахтеров угольщиков с подземным стажем до 10 лет атты мемлекеттік тіркеу куәліктері дәлелдейді. Автор осы зерттеулерде зерттеу міндеттеріне нақты әрі жан-жақты жауап беретін қорытындыларды ұсынған. Осы статистикалық әдістерді қолданып расталған. Бұл қорытындылар жоғары дәлелдік деңгеймен негізделген. Алынған мәліметтер кең көлемді талданған материалдармен қолданылған зерттеу әдістерімен және статистикалық өңдеулермен толықтырылған. Диссертанттың қолданған көп факторлы талдауы негізінде көмірші кеңшілерде өкпенің созылмалы аурулардың даму қаупін жерасты жұмыс өтілі ұзақтығы мен қандағы жасушада тыс рибонуклеин қышқылы деңгейінің көрсеткіштері арқылы бағалауға болатынын анықталды. Диссертациялық жұмысқа жариялы қорғауға қойылатын 4 тұжырым кіреді. Барлық тұжырымдар дәлелденген, қарапайым емес, жаңалық сипатына және кең көлемде қолдануға жарамды. Сондай-ақ докторанттың жарияланымдарында расталған Scopus базасына кіретін Russian Opal Medical Journal 2004 жылғы журналында Assessment of Purine Catabolism and Mobility in Members Depending on their Work Experience атты мақаласында бірінші және екінші, төртінші тұжырымдары дәлелденген. ККСО ұсынып отырған тізімге кіретін Вестник Озномова 2020 жылы журналында Особенности метаболизма пуринов в крови у горнорабочих угольных шахт мақаласында екінші тұжырым расталған. Қазақстан Республикасының авторлық құқық нысанына 2023 жылғы 6 қазан номері 39455 куәлігімен тіркелген пурин алмасуының метаболиттері, жасушалардан тыс нуклеин қышқылдары және қан плазмасындағы тотыққан ақуыздардың көмірші кеншілерде шаң фактор әсерінде кезіндегі өзара әрекетінің сипаты атты құжатта 2 және 3 тұжырымдар дәлелденген. 2025 жылғы 13 қаңтарда номер 53379 куәлігімен тіркелген оценка риска развития хронических заболеваний органов дыхания у шахтеров угольщиков с подземным стажем до 10 лет атты құжатта 4 тұжырым расталған. Сонымен қатар жұмыстың нәтижелерін халықаралық конференцияларда баяндалып тезистер түрінде жарияланған. Таңдалған әдістеме зерттеудің мақсаттары мен міндеттеріне негізделген. Ғылыми жұмыстың әдістемесі мен дизайны жеткілікті түрде егжей-тегжейлі баяндалған. Таңдалған әдістеме мен ұсыныстар дизайн зерттеу мәселесіне сай келеді. Статистикалық әдістер алынған зерттеу нәтижелерін сенімді дәлелдейді және қорытындыларда орынды қолданылған. Диссертациялық жұмыстың нәтижелерін алу үшін заманауи және ақпаратты ғылыми зерттеу әдістері қолданды. Барлық статистикалық есептеулер стандартталған және валидті статистикалық өңдеу әдістерін қолдана отырып жүргізілген. Алынған нәтижелер негізінде диссертант ғылыми тұжырымдар жасады. Теориялық қорытындылар анықталған өзара байланыстар мен заңдылықтар жүргізілген іргелі ғылыми зерттеу және алынған деректі талдау нәтижесінде дәлелденіп расталды. Көпфакторлы талдау негізінде көмірші кеншілерде жер астында 7-10 жыл еңбек өтілі болған жағдайда созылмалы өкпе аурулардың даму қаупі 8,16 есеге артатыны анықталды. Ал қан плазмасында жасушадан тыс
рибонуклеин қышқылы деңгейінің жоғарылауы бұл қауіпті 4 есеге көбейтеді. Қант плазмасындағы жасушадан тыс рибонуклеин қышқылының анықтау көміршік кеншілерде созылмалы өкпе аурулардың даму қаупін ерте кезеңде анықтайтын диагностикалық әдіс ретінде ұсынылады және оны жер астында 5 жыл жұмыс істегеннен бастап жүргізу ұсынылады. Маңызды тұжырымдар өзекті және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелер арқылы расталған. Пайдаланылған әдебиеттер жеткілікті, әдеби шолу үшін 224 дереккөз пайдаланылды. Бұлардың көпшілігі ағылшын тілінде жазылған. Бұл зерттеліп отырған мәселенің халықаралық қызығушылық тудыратын және өзектілігін растайды. Ғылыми жұмыстың теориялық маңыздылығы күмән тудырмайды. Алынған нәтижелер оқу үдесіне әсіресе дәрістер мен аудиториялық сабақтарда қолданылуы мүмкін. Сондай-ақ алынған нәтижелер ғылыми семинарлар және басқа да іс-шаралар үшін де пайдалы. Автордың алған нәтижелері маңызды, практикалық мәнге ие. Адам ағзасына ұлы антрацит шаңның бастамашылық әсері кезінде болатын метаболикалық процестерде неғұрлым толық түсінуді қамтамасыз ететін жүргізілген теориялық зерттеулердің негізінде диссертант жұмыстың практикалық қолдануын көрсетті. Яғни анықталған маркерлердің қауіптілігін бағалау және алдын алу шараларын жүргізу мүмкіндігін көрсетті. Диссертациялық зерттеу нәтижелері мен ұсынылған ұсынымдар практикаға енгізілген, бұл туралы енгізу актілері куәландырады. Ізденуші ұсынған көмір кеншілердегі созылмалы өкпе аурулардың дамуын ерте диагностикалау маркерлерін зерттеу әдістері жаңа, қолжетімді және қайталанатын әдіс болып табылады. Практикалық ұсыныстары толығымен жаңа. Осылайша Шаухат Зияна Мұхамбетовнаның 10 жылдық жерасты жұмыс өтілі бар. Көміршік кеншілерде кездесетін респираторлық созылмалы аурулардың даму қаупін пурин алмасуы мен жасушадан тыс нуклеин қышқылдарының көрсеткіштері арқылы бағалау атты диссертациясы классикалық стильде жазылған. Диссертация көміршік кеншілердегі созылмалы өкпе патологиясының дамуына қатысты мәселелердің жаңа шешімін қамтитын аяқталған ғылыми біліктік жұмысы болып табылады. Диссертант кәсіби патологиялардың ерте дамуын диагностикалау және даму қаупін бағалаудың жаңа әдістерін ұсынады. Жұмыс ғылыми стильде баяндалған кіріспе әдебиеттерге шолу, зерттеу материалдары және әдістері, авторлық зерттеу нәтижелері, қорытынды және тұжырымдар, практикалық ұсыныстар және пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады. Мазмұны мен құжаттың рәсімделуіне қатысты ескертулер жоқ. Шаухат Диана Мұхамбетовнаның жұмысы өзектілігі, ғылыми жаңалығы, практикалық маңыздылығы, материалы толық баяндауы және қорытындылардың негізділігі бойынша 6D110100 медицина мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу талаптарына сәйкес келеді. Әрі докторант ізделіп отырған дәрежеге ие болуға лайық деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет. Аса құрметті Үміт Әбілқайыровна, жұмысты жан-жақты талдап, сарап бергеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет сізге. Ресми сарапшыға жауап беру үшін сөз Диана Мұхамбетовнаға беріледі. Құрметті Үміт Әбілқайыровна, алтын уақытыңызды бөліп, жеке келіп, жеке ресми пікіріңізбен бөліскеніңізге үлкен шексіз алғысымды білдірем. Тереңдеген пікіріңізге және де оқылған пікіріңізге үлкен рахмет. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, пікір айтуға, жұмысты талдауға мүмкіндік бар қазір. Кім сөйлегісі келеді, қандай пікірлеріңіз бар? Сырттай қатысушы диссертациялық кеңес мүшелерінде пікірлер бар ма екен? Гүлжан Нұрбековна. Құрметті Меруерт Арыстанова, құрметті Лашын Құрманғалиевна, сіздердің пікірлеріңіз бар ма? Меня слышно?
Да, да, слышно. Диссертационная работа Дианы Мухамбетовны посвящена актуальной научной теме, которая затрагивает важный вопрос в области охраны здоровья, именно профессиональной патологии. Объект исследования четко был обозначен, цели, задачи сформулированы логично, последовательно. Используемые методы соответствуют современным научным стандартам. Выбранная методология представляется обоснованной, надежной. Поэтому считаю, что полученные данные обладают научной значимостью, имеют потенциал для практического применения. Автор достаточно грамотно провел статистическую обработку, всесторонне интерпретировал полученные результаты. Кроме того, работа обогащена новыми научными сведениями, сопровождается конкретными практическими рекомендациями, которые нашли применение на уровне Национального центра гигиены труда и заболеваний, что подтверждается соответствующими актами внедрения, и могут быть использованы в дальнейшем в научном поиске. И в целом диссертационное исследование полностью соответствует поставленным целям, отличается научной новизной и практической ценностью. Спасибо большое. Рахмет сізге, құрметті Меруерт Асхановна. Тағы да кім сөйлегісі келеді? Уважаемые коллеги, тоже несколько слов скажу. У нас в ВУЗе на протяжении многих лет идет изучение именно темы неклеточных нуклеиновых кислот, пуринового обмена метаболитов при различных состояниях, заболеваниях. Данная работа является логическим продолжением тех ранее проведенных исследований. И действительно здесь я с Меруерт Рустамовной соглашусь, что здесь затронута группа пациентов, которые достаточно уязвимые. Это рабочие, у которых есть подземный стаж. Понятно, что есть профессиональная патология определенная. Но здесь вот надо сказать, что это исследование оно пришлось еще на одну ситуацию, связанную с пандемией. И последствия этой пандемии мы до сих пор, наверное, многие на себе ощущают. Различные, кстати, проявления и симптомы постковидных каких-то заболеваний, постковидных состояний. Вот. И одно из достаточно частых проблем это, конечно, проблема развития хронической легочной патологии, в частности развития фиброза. Я думаю, что диссертанту стоит дальше продолжить исследование в этом направлении, потому что мы еще не знаем, как в дальнейшем будет развиваться этот фиброз, к чему он приведет, и вообще мы даже не знаем, можно ли людям с пусковидным фиброзом спускаться в шахты и работать, то есть не отразится ли это пагубно на их здоровье. Поэтому здесь одно из таких украшающих работу вещей это, конечно, определение вот этих неклеточных нуклеиновых кислот. Да, моменты они существуют определенные спорные, дискутабельные. Все прекрасно знают, что рибонуклеиновые кислоты до сих пор не раскрыта тайна вообще для чего они, но они есть, тем не менее, и они встречаются и вне клетки при различных и физиологических, и патологических состояниях. Вот. Ну и здесь, конечно, один из моментов это вот такая проследить динамику, видите, в течение у людей, которые в течение 10 лет находятся в рабочем месте с подземным стажем. Конечно, работа произведена грандиозная, большой объем исследований проведен, вот, методически построено грамотно, поэтому полученные выводы, они действительно аргументированы и соответствуют полностью тем задачам, которые были поставлены. Поэтому я тоже призываю поддержать данную работу. Спасибо.
рахмет сізге, құрметті Ермек Мейрамович. Тағы пікір айтушылар бар ма? Уважаемый председатель, уважаемые члены Диссертационного совета, присутствующие, я хотела бы выразить свое мнение, как профпатолог, пульмонолог. Я сегодня рада, что мы слушаем такую интересную работу. Да, сегодня уже неоднократно говорилось, что это очень важно для наших шахтеров, и говорилось о том, что профессиональная заболеваемость растет, и она растет именно у угольщиков, у горнорудной промышленности, и заболевания профессиональных органов дыхания достаточно актуальная проблема. И сегодняшняя работа дает нам возможность говорить о начальных этапах развития. Вы знаете, что сегодня вот отрадно, что просматривая аннотацию, вы знаете, дало возможность нам подойти к тому безопасному стажу. Мы предполагали, что безопасный стаж 8 лет, это мы делали на исследованиях уже заболевших людей, анализируя. А вот сегодня, увидев, что при 7-10 лет увеличиваются показатели пуринового обмена, и это дало интерес, возможность дальнейшего использования именно этих исследований. На самом деле, в нашем национальном центре мы взяли на вооружение эти исследования, и в настоящее время мы хотим продолжить эти исследования. Я думаю, да, диссертанту нашему необходимо продолжить эти исследования в этом направлении. Я хочу сказать, вот те исследования, которые сегодня представлены, вообще пуриновый обмен, и он действует и неклеточные нуклеиновые кислоты, это и энергетические энергия нашего организма, да, и иммунный ответ, и в том числе имеет большое значение, наверное, для того асептического воспаления, которое происходит при пневмокониозах. И подтверждает вот эти исследования теорию Мейерсона об адаптации, то есть идет сначала дезадаптация, потом адаптация идет, набирают силы эти пуриновые основания. Поэтому я поддерживаю эту работу сегодня, только пульмонолог, я думаю, что она соответствует всем требованиям на определение диссертации. И знаете, что еще самое главное, что исследования правильно построены. Для экологозависимых, производственных условных заболеваний исследования построены очень корректно. Спасибо. Құрметті Гүлкен, сізді көруге қуаныштымыз. Көп рахмет пікіріңіз үшін. Тағы пікір берушілер бар ма? Глубоко уважаемая Жанна Мирна, глубоко уважаемые члены Диссертационного совета, глубоко уважаемые коллеги. Вот сегодня мне бы хотелось в первую очередь поздравить все-таки Изаткатая Владимира Ивановича с чем? Формированием нового, сформировавшегося ученого, которая сегодня нам представила достаточно изящную работу. Почему изящную? Потому что она, не могу сказать, что она прям грандиозная, но она имеет четко поставленные цели, задачи и четко их выполняет. Что дает эта работа? Она дает задел для будущей, я бы сказала, реабилитационной медицины для тех, кто работает, имеет подземный стаж. Поэтому хотелось бы пожелать Диане Мухаммедовне расти, не останавливаться на достигнутом, двум вашим научным руководителям, рецензентам, новых учеников, новых проектов. Очень поздравляю. Құрметті Ирина Викторовна, сізге рахмет пікіріңіз үшін. Тағы пікір берушілер бар ма? Мен басқа пікір берушілер жоқ болса, мен де қосайын. Мынау жұмыста кеншілердің жұмысы өтіліне байланысты пурин қышқылдары мен жаңағы жасушадан тыс нуклеин қышқылдарының тәуелділігі жайында жасалған, сол тәуелділік жайында жаңа мәліметтер алынған. Және жұмыстың бір қызықтылығы, жақсы нәрсесі ол осы үш жаңалығы үшеуі де зияткерлік меншікпен дәлелденген. Бұл өте тамаша, мақсат қойылған, мақсатқа сай міндеттер жасалған, ол міндеттерге сәйкес тұжырымдар жасалған. Осы баяндаманы, осы жұмысты оқи отыра, оның жаңағы тілінің жатық екенін айтқым келеді мен. Баяндамашының өзінің баяндама жасауын, тұжырымдарын, жұмысының тұжырымдарын айта отырып, және жауаптар берген сұрақтарға жауаптарын ескере отырып, менде Диана Мухаммедовнаны қолдауым келіп отыр.
медицина мамандығы бойынша ғылыми дәреже алуға лайық деп ойлаймын. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, тағы қосатындарыңыз бар ма? Жоқ болса, онда Диана Мұхамбетовнаға мінездеме беру үшін ғылыми жетекшісі, медицина ғылымдарының докторы, профессор Ибраева Ләззат Қатаевнаға сөз береміз. Аса құрметті диссертацияның кеңес төрағасы Рышан Емелина, диссертациялық кеңес мүшелері, алдын ала өзім алғысымды айтқым келіп отыр. Осы біздің докторантты Шалқат Диана бүгін осы жерге шығып өзінің жұмысын қорғауға мүмкіндік бергенге рахметімді айтқым келіп отыр. Енді рахмет айтқан кезде марқұм Муравлева Лариса Евгеньевнаны еске алмай болмайды. Осы идея сол кісімен бірге жасалған идея еді. Сол кісінің кеңесімен біз Нелли Олановна екеуміз осы Дианаға осы тақырыпты қабылдаған едік. Тағы да өзім алғысымды Ермек Мироновичқа айтқым келіп отыр. Өйткені сіздің берген мотивацияңыз біздің докторанттарға бүгін соның қорытындысын көріп отырмыз. Диана Мұхамбетовна шығып, сізбен кездесіп, сізден келгеннен кейін өзі өте приподнятом настроении келіп айтты: Ләззат Қатаевна, защита вашего керек деп. Сізге үлкен рахметімді айтқым келіп отыр. Дмитрий Анатольевич осы жұмысты басынан бастап аяғына дейін сол кісімен кеңеске отырып, өзінің рецензиясын беріп, өзінің советтерін беріп, сол кісінің көп жасаған көмегі бар деп соңында айтқым келіп отыр. Ол кісіге рахметімді айтқым келіп тұр. Айгүл Үлкенова, сізге үлкен рахмет. Жұмыс басталған кезде, первичный материал жиналған кезде сіздің орныңыз, сіздің істеген көмегіңіз бізге өте маңызды. Бүгінгі ресми берген рецензенттерге өте ризамын. Рахметімді айтқым келіп отыр. Сіздерге уақыттарыңызды бөліп, біздің жұмысымызды өте жақсы солай сараптап қарағандарыңызға. Енді Диана туралы айтатын болсам, Диана диссертация жасаған кезде, жаңа өзіңіздеріңіз де айтып отырсыздар, пандемия уақыты болды. Жұмыс кішкене тоқталып қалды сол кезде, 2 жылға. Диана өзі сосын кішкене ауырып, тағы да уақыт өтті. Енді ең маңыздысы бүгін шығып, осы қорғауға дайындалып келгені деп өзім ойлаймын. Диана өзін өте бастамашы, мақсаткер, зерттеуші ретінде көрсетті. Дербес зерттеу жұмысына қабілетті, жауапты шешімдер қабылдай алатынын көрсетті. Жаңағы жұмысты диссертация жазылған кезде кішкене басқаша болатын. Осы этаптарды өткенде әр этапта өзіне определенные положительные, получила определенные положительные советы, и соған қарап отырып, осы диссертация бүгін осы қорғауға шыққан ретіне келді. Сол енді Диана Шалқат өз жұмысын жасаған өзім бойынша
жоғары айтылғандай медицина мамандығы бойынша философия доктор дәрежесін алуға өзі достойны деп ойлаймын. Тағы да рахметімді айтқым келіп отыр. Енді Дианамен жұмыс істеген кезімізде де көп нәрсе болды. Ыстықта бірнеше рет шықпайын ба деді, бірақ енді бүгін шығып осы туралы шыққаны өте үлкен нәрсе деп өзім ойлаймын. Диана үшін де, мен өзім үшін де. Рахмет бәріңізге. Сөз кезегі ғылыми жетекшісі, биологиялық ғылымдарының докторы, профессор Танкибаева Нейля Улановнаға беріледі. Все-таки я кандидат биологических наук. Большое спасибо, коллеги, за ваш вдумчивый, многосторонний, профессиональный подход, анализ к работе. И коротко хотела сказать о нашем диссертанте. Біздің докторант 2017 жылы конкурстық негізде медицина мамандығы бойынша докторантураға түсіп, 3 жыл арасында оқу кезеңінде өзінің теоретикалық және практикалық дайындығын көрсетті. Диссертант елеулі жұмыс көлемін орындады. Оның барысында ол зертханалық және талдамалық жұмыс әдістемелерін меңгерді. Қан анализ жинау бойынша, электронды денсаулық паспорт жұмысы бойынша үлкен көлемдегі зерттеулерді жеке өзі орындады. Алынған нәтижелердің маңыздылығы статистикалық талдаумен расталды. Диана Мұхамбетқызы медицина мамандығы бойынша PhD дәрежесін алуға ұсынылған. 10 жылдық жерасты жұмыс өтілі бар. Көміршік кеншілерде кездесетін респираторлық созылмалы аурулардың даму қаупін, пурин алмасу мен жасудан тыс нуклеин қышқылдарының көрсеткіштері арқылы бағалау тақырыбындағы өзекті мәселеге арналған диссертациялық жұмысты тиісті мерзімде орындады. Шаухат Диана Мұхамбетқызы өзінің еңбекқор, ойшыл, зерттеуші және өз білім практикада қолдана білетін маман ретінде көрсетті. Диссертация материалдары халықаралық және республикалық конференцияларда талқыланды, тақырыбы бойынша 5 ғылыми жұмыс жарияланды және авторлық енгізу туралы куәлік алынды. Сол себептен айтылғандардың барлығын ескере отырып, Шаухан Диана Мұхамбетқызы жұмысы сөзсіз ғылыми жаңалыққа және жоғары практикалық маңыздылыққа ие және философия докторы дәрежесін алуға диссертация ретінде ұсынала алады деп өзім санаймын. Рахмет. Келесі сөз шетелдік ғылыми кеңесші, медицина ғылымдарының докторы, профессор, академик, Измер атындағы еңбек гигиенасы ғылыми зерттеу институты, федералдық мемлекеттік бюджеттік ғылыми мекемесінің директоры, Ресей Федерациясының еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Ресей ғылым академиясының академигі Бұхтияров Игорь Валентиновичке беріледі. Игорь Валентинович байланыста ма? Жоқ. Онда шетелдік ғылыми кеңесші Бұхтияров Игорь Валентиновичтің пікірімен таныстыру үшін сөз диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы Лейла Нурибулловнаға беріледі. Рахмет. 2018 жылы Шаухат Диана Мұхамбетовна конкурс негізде медицина мамандығы бойынша докторантураға түсті. 18 жылдан бастап 21 жылға дейін докторантурада оқу кезінде өзінің дайындығы бар және адал зерттеуші ретінде көрсетті. Ол медицина мамандығы бойынша философия доктор дәрежесін алу ұсынылған. 10 жылдық жер асты жұмыс өтілі бар көміршік кеншілерде кездесетін респираторлық созылмалы аурулардың даму қаупін пурин алмасуы мен жасушаның тыс нуклеин қышқылдарының көрсеткіштері арқылы бағалау атындағы тақырыпта өзекті мәселеге арналған диссертациялық жұмысты тиісті мерзімде орындады. Диссертант елеулі жұмыс көлемін орындады. Оның барысында ол зертханалық және талдамалық жұмыс әдістемелерін меңгерді. Диана Мұхамбетовна қан анализін жинау бойынша электрондық денсаулық паспортымен жұмыс бойынша үлкен көлемдегі зерттеулерді жеке өзі орындады. Алынған нәтижелерді бағалауды ізденуші дербес тиісті кәсіби деңгейде адал жүргізді
және олар клиникалық зерттеулердің белгіленген стандарттарына сәйкес келеді. Шаухат Диана Мұхамбетқызы жүргізген зерттеу автордың алынған нәтижелерді ғылыми талдау әдістерін меңгергенін, ғылыми ізденістер жүргізуде дайындығының жеткілікті жоғары деңгейде екенін куәландырды. Диссертациямен жұмыс істеу барысында автор өзін еңбекқор, ойшыл зерттеуші, ғылыми талдауға қабілетті және өз білімін практикада қолдана білетін маман ретінде көрсетті. Диссертант елеулі жұмыс көлемін орындады, заманауи зерттеу әдістерін қолдады. Алынған нәтижелердің статистикалық маңыздылығын статистикалық талдаумен растады. Диссертация материалдары халықаралық және республикалық конференцияларда ұсынылып, талқыланды. Диссертация тақырыбы бойынша 5 ғылыми жұмыс жарияланды. Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтар туралы мәліметтерді мемлекеттік тізімге енгізу туралы куәлік алынды. Жоғарыда айтылғандардың барлығын ескере отырып, Шаухат Диана Мұхамбетовнаның жұмысы сөзсіз ғылыми жаңалыққа және жоғары практикалық маңыздылыққа ие және философия докторы дәрежесін алуға диссертациясы ретінде ұсыныла алады деп санаймын. Академик Измеров атындағы еңбек медицина ғылыми зерттеу институты федералдық мемлекет бюджеттік ғылыми мекемесінің директоры, Ресей Федерациясының еңбек сіңірген ғылыми қайраткері, медицина ғылымдары докторы, профессоры Игорь Валентинович Бухтияров. Назарларыңызға рахмет. Рахмет сізге, пікірмен таныстырғаныңызға. Құрметті әріптестер, келесі кезеңге, яғни ресми дауыс беру рәсіміне көрісуіміз керек. Дауыс беру рәсімін айтпай тұрып, біз санақ комиссиясын сайлауымыз керек. Санақ комиссиясы келесі құрамда ұсынылады. Төрайымы ретінде Сатыбалдиева Үміт Абылхайыровна, мүшелер ретінде Азизов Илья Сулейманович және Лелу Медебаев Нарстабаева ұсынылады. Осы құрамға қатысты қарсылықтар бар ма? Егер қарсылықтар болмаса, онда санақ комиссиясының құрамы бекітіледі. Біз шешім қабылдай алатын 4 тармақ бойынша дауыс беруіміз керек. Осыны түсіндіріп өтейік. Дауыс беру WhatsApp арқылы онлайн режимде өтеді. Сіздерге 4 сілтеме ұсынылады. Сіз қажетті сілтемені таңдап, сол бойынша өтесіздер. Чатта сілтемелер бар ма? Қарап көріңіздерші. Ол сілтемелер бірінші комитеттің алдында философия докторы PhD дәрежесін беру туралы өтініш білдіру. Екінші сілтеме диссертацияны пысықтауға жіберу. Үшінші диссертацияны қайта қорғауға жіберу. Төртінші комитеттің алдында философия докторы PhD дәрежесін беру туралы өтінішін білдіруден бас тарту. Барлығы түсінікті ме, әріптестер? Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, онда рахмет, дауыс беруге кірісуге болады. Келесі кезекте біз санақ комиссиясының төрайымын сайлаймыз. Төрайымдылыққа соныменен бізде Сатыбалдиева Үміт Абылхайыровна ұсынылып отыр. Мүшелікке Азизов Илья Сулейманович және Стабаева Лейла Медебаевна ұсынылып отыр. Келісесіздер ме? Келісеміз. Онда 5 минуттық үзіліс дауыс беруге. Құрметті әріптестер, жасырын дауыс берудің нәтижелерін жариялау үшін сөзді санақ комиссиясының төрайымы Үміт Абылхайыровнаға береміз. Рахмет. Құрметті диссертациялық кеңес төрайымы және диссертациялық кеңес мүшелері, есеп комиссияның номері бірінші хаттамасымен таныстыруға рұқсат етіңіз. Есеп комиссиясы Қарағанды медицина университеті жанындағы медицина мамандығы бойынша 2025 жылдың 10 маусымдағы отырысында келесі құрамда сайланған: Сатыбалдиева Үміт Абылхайыровна, Азизов Илья Сулейманович, Стабаева Лейла Медебаевна. Есеп комиссиясының төрағасын сайлау жөнінде шешімі: есеп комиссиясының төрағасы ретінде Сатыбалдиева Үміт Абылхайыровна сайлау бірауыздан сайлады. Есеп комиссияның мүшелері: Сатыбалдиева Үміт Абылхайыровна, Азизов Илья Сулейманович, Стабаева Лейла Медебаевна.
Есеп комиссиясының номер 2 хаттамасы есеп комиссиясы Қарағанды медицина университеті жанындағы медицина мамандығы бойынша 2025 жылдың 10 маусымдағы отырысында келесі құрамда сайланды. Сатыбалдиева Үміт Абылхайыровна, Азизов Ильяс Сулейманович, Стабаева Лейла Медюбаевна. Диссертациялық кеңестің 8 мүшесінен 8-і қатысты. Философия докторы PhD дәрежесін алу үшін дауысқа түскен Шаухат Диана Мұхамбетовна. Шешім: комитет алдында философия докторы PhD бойынша доктор дәрежесі беру үшін комитетке ұсыныс жасау. Осы шешімге 8 дауыс бір ауыздан берілді. Рахмет сізге, Үміт Абылхайыровна. Санақ комиссиясының хаттамасын ашық дауыс беру арқылы бекіту туралы ұсыныс бар. Қарсылықтар бар ма? Қарсылықтар жоқ. Кім қолдайды? Қарсы бар ма? Қарсы жоқ. Осылайша диссертациялық кеңес бір ауыздан дауыс берді және Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетіне 6D-110-100 медицина білім беру бағдарламасы бойынша Диана Мұхамбетовнаға философия докторы PhD дәрежесін беру туралы өтініш білдіріп отыр. Диссертантқа сөз бермес бұрын диссертациялық кеңестің шешімін келесі редакцияда оқуға рұқсат етіңіздер. Медицина және мейіргерісі білім беру бағдарламалары бойынша диссертациялық кеңес Шаухат Диана Мұхамбетовнаның 6D-110-100 медицина білім беру бағдарламасы бойынша 10 жылдық жерасты жұмыс өтілі бар көмірші кеншілерде кездесетін респираторлық созылмалы аурулардың даму қаупін пурин алмасуы мен жасуша адамтас нуклеин қышқылдарының көрсеткіштері арқылы бағалау тақырыбындағы диссертациялық жұмысын көпшілік алдында қорғауын ғылыми пікірталасты жасырын дауыс беру нәтижелерін негізге ала отырып Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетіне философия докторы PhD дәрежесін беру туралы өтініш білдіреді. Қарсылықтар бар ма? Қарсылықтар жоқ. Сөз кезегін Диана Мұхамбетовна сізге беріп отырмыз. Аса құрметті төрайым және де диссертациялық кеңестің құрметті мүшелері, ғылыми пікірлеріңіз, әділ бағалауларыңыз бен қолдауларыңыз үшін шын жүректен рахметімді айтамын. Осы ғылыми жұмысымды орындау және аяқтау барысында қолдау көрсеткен барша жандарға шынайы ризашылығымды білдіремін. Соның ішінде өзімнің ғылыми жетекшілерім Ләззат Катаевна, Наиланна, әрине де Айгүл Үлкенна, сіздерге үлкен рахмет. Басында үлкен қолдау көрсеткендеріңіз үшін. Және де Дмитрий Анатольевичқа рахмет, өзінің пікірлерінің, өзінің рецензияларын бергендер үшін. Және де шетелдік ғылыми жетекшіме Игорь Валентиновичқа алғысымды білдіргім келеді. Және өзімнің алғысымды өзімнің ресми рецензенттеріме Гүлжан Нұрбекқызына және де Үміт Абылхайыровна сізге үлкен алғысын білдіремін. Өздеріңіздің алтындай уақыттарыңызды бөліп, диссертацияма көңіл аударып, өздеріңіз пікірлеріңізді бөліскендеріңізге. Және ішкі аурулар кафедрасының ұжымына жалпы Елена Михайловнаға, Елена Викторовнаға, Дина Хайбуллаевна, Серзакна, барлығыне профессорлық ұжымдарға, өздерінің пікірлеріне және де консультацияларына рахметімді айтамын. Сонымен қатар жұмыстың орындау барысында биомедицина кафедрасына, олардың да мүшелеріне үлкен алғысымды айтқым келеді. Рахмет. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, диссертациялық кеңесінің жұмысы бойынша ұсыныстарыңыз, нұсқауларыңыз немесе ескертулеріңіз бар ма? Егер ескертулер болмаса, онда барлық диссертациялық кеңес мүшелеріне, ресми рецензенттерге, қатысып отырған әріптестерге және отырысқа қатысқан пікірталасқа белсенді араласқан баршаға және көрсеткен сабырлықтар үшін алғыс білдіреміз. Баршаңызға көп рахмет. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері,
әріптестер, рецензенттер, осымен диссертациялық кеңестің отырысын жабық деп санауды ұсынып отырмын. Рахмет сіздерге.